Бүгін Алматыда Әділет демократиялық партиясының жаңа жылдағы алғашқы отырысы өтті. Күн тәртібінде 2 мәселе қаралды. Бірінші, Әділет партиясы атынан Алматы қалалық мәслихат сайлауына ұсынылған 10 кандидатының бірде-бірі өтпей қалған. Партия төрағасының бірінші орынбасары Төлеген Сыдық өз жақтастарының мұндай хабарламаны 31 желтоқсан күні алғандарын айтады. Екінші мәселе, үгіт насихаты жұмыстарын тағы бір пысықтап, электоратпен байланысты күшейту жайы. Осыған орай әділеттіктер Алматы қаласында 30-50 адамнан тұратын 5 топ құрып отыр. Олар арнайы бөлінген аудандарда насихаты жұмыстарын жүргізбек. Бұдан өзге жобаларда жүзеге аспақ, әртүрлі автошерулер өтеді. Бүгінде партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Батыс Қазақстан облысында кездесулер өткізіп жүр. Алдағы уақытта Алматы қаласы және облыс тұрғындарымен кездеспек. Сондай-ақ партия төрағасының бірінші орынбасары Төлеген Сыдық Алматы қалалық салық комитетіне хат жолдайтынын жеткізді. Налоговый комитеттің жағы бізге берген сұхбаты бойынша сіздер өтемедіңіз деген мәселе болды. Ал енді нақты не қалай өтпеді, қай шаруа, қандай мәселемен өтпеді деген мәселе жоқ, жазылмаған. Мысалға айтайық, декларацияда өзінің көлігін көрсетпеді деп айту керек. Немесе бар жерін көрсетпеді деп айту керек. Алматы қалалық салық комитетіне қатты жолдайық деп отырмыз. Сол себептерін бізге берсін деп.